Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шоколадты пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 100 грамм, яғни 1 плиточный шоколад және 60 грамм сары май қажет болады. Оны ерітеміз. Енді бөлек ыдысқа 3 жұмыртқа және 160 грамм қантты жақсылап миксерлейтін боламыз. Масса 2 есе ұлғаю қажет. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін, оның үстіне шоколад және сары май ерітілген массаны осының үстіне қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне сухой ингредиенттерді қосамыз, ұн, қобызытқыш және де какао. Миксермен жақсылап біркелкі етіп, барлығын араластырып шығамыз. Енді формамызды майлаймыз, оның үстіне жаңағы массамызды құямыз. Қызып тұрған 180 градус духовкада 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирогымыз 2 есе пышны болып көтеріледі. Шоколад және орехпен сәндесеңіздер болады. Осы рецепт бойынша пирог жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!